Ал қадірменді ағайын, сіздермен Хумаза сүресін енді талдаймыз. Тәжвид ережелеріне сай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұны біз бірнеше мәрте өттік. Кеттік ары қарай. Вайлул ликулли хумазатил лумаза. Вайлул ликулли деген кезде вайлул деп мынау ләмға түскен кезде идғам бар, я? Танвиннен кейін немесе сукуннан кейін идғамның ләм немесе ра әрпі келсе, мұрынға апармай қосып оқып жібереміз. Вайлул ликулли хумазатил лумаза. Хумазатил лумаза деген кезде тура сол идғам бар. Яғни Құранның ең бір жеңіл несі, біз сіздерге айттым, яғни шаддамен түсетін әріпте шадда қып көрсетіп қояды сіздерге. Хумазатил лумаза. Енді мына жерде біз сіздермен дамир деген тақырыпты өттік, естеріңізде болса. Яғни та әрпі, мінекей мына екі нүктесінен білеміз, сөздің соңында осылай жазылатындығын айтқан болатынбыз. Енді осы та әрпін біз айтқан болатынбыз, егер оқып өтетін болсақ, сол сөзде тоқтамай, та әрпі өзі оқылады. Несімен бірге, харакатымен бірге. Егер тоқтаған жағдайда хаға айналып кететіндігін айтқанбыз. Мысалға, вайлул ликулли хумазатил лумаза, тил лумаза деп оқыдыңыз, я? Егер сіз мына жерде тоқтайтын болсаңыз, вайлул ликулли хумаза деп тоқтайтын едіңіз. Бірақ сіз енді бұл аяттың ортасы болғандықтан сіз аяттың соңында тоқтайсыз ғой. Сол себепті соңында тамарбута жасайсыз. Вайлул ликулли хумазатил лумаза деп. Ал егер мына осы аятты келесі аятпен жалғастырып кетсеңіз, онда осы тәнің, тамарбутаның өзінің өз бейнесінде харакатымен оқылады. Онда бұлай болатын еді. Вайлул ликулли хумазатил лумазатил лази жама'a малан ва аддада деп. Түсінікті деп ойлаймын, я? Сол себепті мына жерде тоқтағаннан кейін хағып тоқтайсыз, лумаза деп. Кетті ары қарай. Аллази мәт бар, я? Аллази жама'a малан ва аддада. Малау деген кезде мына жерде енді идғам жасайсыз, бірақ мұрынға апарасыз. Малау дейсіз да, малау ва аддада, малау ва аддада, малау деп кішкене айналдырасыз, я, мұрнында. Қатты мұрынға апармаңыздар, бірақ мұрыннан ыңылдап. Малау да, лән деген тәнуинде енді сіз уаға айналдырасыз ғой. Малау дейсіз, одан кейін бар уаны оқисыз. Малау ва аддада. Түсінікті, я? Одан кейін ха әрпін өзін тоқтаған кезде бұл сукунға айналып кетеді. Сол себепті малау ва аддада деп тоқтайсыз. Мына жерде дамир бар. Қазір дамирді мына ортасына тоқталамыз, түсінікті болу үшін, я? Яхсабу анна малаху ахлада. Енді бұл жерде бізге керегі дамир, я? Дамир деген біз нені өткенбіз? Дамир дегеніміз ху-хи әріптері сөздің соңында келген кезде созылады. Яғни бұл жерде жасырын у болғандықтан оны созамыз, бірақ Құранда ол жасырын у бізге былай беріледі. Сол себепті бұны ләху деп егер мына сызықта келмесе екке созасыз. Мәләху, я, дамирді екке созамыз дедік, мәт қылып, я? Мәләху деп алдыңғы әріптің харакатымен. Мәләху, егер тоқтамай мына жаққа өтіп кетсеңіз, мына жерде де ахладаху деп екке созасыз. Енді мына жерде тағы бір нюанс бар, мән беріңіздер. Қарасаңыздар, мына мәттің сызықшасы белгіленген. Мәт әрпінің созу белгісі көрсетілген. Демек, бұл жерде мынау дамирдің де рөлін ойнап тұр, және бұл мәт әрпіне жанады, вау. Сол себепті мәттің де рөлін ойнап тұр. Одан кейін созу себебі болған хамза келіп тұр. Және екі бөлек сөзде келгеннен кейін бұл демек дамир болып тұр, және мәтті мұттасыл болып тұр. Сіз мәтті мұттасылды нешеге созасыз? 2-ге, 4-ге, 6-ға созуға болады. Енді біз айтқан болатынбыз, мәтті мұттасылды 2-ге созып дағдыланыңыздар деп. Сол себепті бұл жерде 2-ге созып өтіп кетесіз. Анна малаху ахлада. Калла ла юнбазанна фил хутама. Енді бұл жерде бізге керек ереже, біз мыналардың бәрін өттік, я? Мысалға фил, мына жерде қамар әрпін өттік, уасыл хамзасы оқылмайды. Хутама, мына жерде мінекей тамарбута дамир неге хәға айналып кетті, тоқтаған кезде әл-хутама. Көрдіңіз ғой. Енді бізде мына жерге керегі иқлап деген тақырыпты өттік, я? Біз естеріңізде болса, және айтқанбыз, сукунды нун немесе тәнуиннен кейін бә әрпі келетін болса, сукунды нунның немесе тәнуиннің соңғы нуны мимға айналып кетеді деген болатынбыз. Енді мына жерде сукунды нун келіп тұр, одан кейін бә әрпі келіп тұр. Сосын енді Құранның бір жеңіл жері,
Құранда сізге ол мимға айналатындығын былай көрсетіп қояды. Көрдіңіз ғой? Демек бұл жерде мына нунды мимға айналдырып оқисыз және мұрнынан ыңылдап оқисыз. Ла юн, көрдіңіз бе? Ла юнбазанна фил хутама. Кеттік ары қарай. Ва ма адрака мал хутама. Мына жерде де мәтті мұттасыл бар, екіге созғандарыңыз абзал. Ва ма адрака мал хутама. Өйткені екі бөлік сөзді келіп тұр. Хутама деген кезде тәмәрбутаны хағып тоқтайсыз. Егер тоқтамаған жағдайда бұл тәу өзі оқыла береді. Наруллахил муқада. Бұл жерде білетін ережелеріміз. Аллати татталиу алал афида. Әлләти уасыл хамза сөздің басында деген кезде ә болып оқылады дедік. Егер ешқандай бір хамза және астында кәсіра дамма келмесе. Әлләти татталиу алал афида. Одан кейін мына жерде хамза келіп тұр, сөздің ортасында афида деп оқимыз. Енді біз алдында айтқанбыз, хамзаның бір ерекшелігі сөз қайтадан басталған сияқты оқылады. Афида деп, яғни бөлесіз. Афида. Алал афида. Иннаха алейхим муқсада. Мынау сукунду мимге қатысты ережеде өткен болатынбыз. Сукунду мимнен кейін мим әрпі келетін болса, екеуі қосылып шаддаланып. Жерге мінекей сізге шадданы көрсетіп тұр. Шаддаланып ғуннамен оқылады. Иннаха алейхим муқсада фи амадин мумаддада. Енді мына жерде идғам келіп тұр. Мінекей Тәнвин немесе сукун нуннан кейін идғамның бір әрпі, алты әрпінің төртеуі мим, вау, я және нун әріптері келетін болса, амадин мумаддада ғуннамен қосып шаддалғып оқимыз дегеніміз. Мына жерде сізге көрсетіп тұр. Енді мына жерде мына әріп тұр. Көрдіңіз бе? Соңында мим тұр. Бұл мимді қорқып қалмаңыздар, бұл қандай деп. Бұл мынаны білдіреді. Яғни мынаның асылы негізі мумаддадатин. Мынаның асылы негізі тәнвин мына жерде. Мимнің орнына тағы бір сызық тұру керек, мынандай тәнвин. Бірақ енді бұл сізге мынаны көрсетіп тұр. Егер сіз мына келесі сүремен бастаған кезде, келесі сүренің алдында мінекей бисмилла тұрады ғой. Келесі сүренің алдында бисмилла. Демек тәнвиннен кейін біз иқлапты өткен болатын. Бұл жерде иқлапты көрсетіп тұр. Иқлапты өткен кезде тәнвин немесе сукун нуннан кейін б әрпі келетін болса, ол мимге айналып кетеді дегенбіз. Соны сізге көрсетіп тұр. Егер сіз осы аятты оқып келе жатып, мына аяттың соңынан тоқтамай келесі аятқа өтіп кететін болсаңыз, онда иқлап қылып өтесіз деп. Мысалға, фи амадин мумаддадатин бисмиллахир-рахманир-рахим деп келесі аятқа өткен кездегі нәрсені мына мимді көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Бұл жерде басқа да сүрелерде келеді мына мимдер, бұлардың барлығы соны білдіреді, яғни иқлапты білдіреді. Мынаның асылы негізі тәнвин болып тұру керек. Бірақ сізге сол иқлапқа өтуді келесі сүренің басына өткен кезде, бисмиллаға өткен кезде, сонда бисмилланы мумаддадатин бисмилла деп бастайтыныңызды көрсеткендігі. Мінекей бүгін осы Хумаза сүресінің талдауы осындай болып келеді. Иншалла жақсылап қайталаңыздар.